Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 2 сыныптың 11 сабағы. Сабақтың тақырыбы 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттама ауызша қосу және азайту. Бірінші тапсырма. А нұсқасы. Қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір, қорытынды жаса. Бұл жерде 45 қосу 23 деген есеп беріліпті. 45 саны 40 және 5 саны қосындысы. Ал 23 саны 20 және 3 саны қосындысы. 45 санын 2-ге 2 разрядқа жіктеген 40 және 5 деп. Және 23 санында 2 разрядқа жіктеген 20 және 3 деп. Бұл жерде 40 ол ондық, 5 бірлік, 20 ондық, 3 бірлік. Енді бұл жерде ондықты ондыққа өзара қосқан, яғни 40-ты 20 қосқан. Сонда бізде 60 шығады. Және бірлікті бөлек қосқан, 5 бірлікті 3 бірлікке қосқан, сонда бізде 8 бірлік шығады. Енді осы қосындының ондықтың қосындысын бөлек 60-ты және бірліктің қосындысын өзара қосқан. 60-қа 8 қосқанда 68 болады. Келесі 68 азайту 23. Бұл жерде 68 саны 60 пен 8 саны қосындысы және 23 саны 20 мен 3 саны қосындысы. Бұл жерде 2 разрядқа жіктеген 60 және 8 деп. Яғни ондыққа бірлікке 23 санында тура солай жіктеген. Енді бұл жерде ондықтан ондықты азайтқан, 60-тан 20 азайтқанда 40 болады. Және 8 бірліктен 3 бірлік азайтқанда 5 болады. Сосын өзара ондықпен шыққан бірліктің мәнін бір-біріне қосқан, яғни 40-қа 5 қосқанда 45 болады. Келесі ә нұсқасы. Қосу мен азайтуды түсіндіре отырып шығар дейді. Бұл жерде балар 53 қосу 36 дейді. Енді ондыққа ондықты қосамыз, яғни 50-ге 30-ды қосқанда бізде 80 береді. Бірлікке бірлікті қосамыз, 3 бірлікке 6 бірлікті қосамыз. Сонда бізде 9 болады. Демек 53 қосу 36 тең 89 болады. Келесі 42 қосу 34. Бұл жерде ондықты бөлек, бірлікті бөлек қосып аламыз. Яғни 40-қа 30-ды қосқанда 70, 2 бірлікке 4 бірлікті қосқанда 6, демек бізде 76 саны шығады. Келесі 89 азайту 36. Бұл жерде 8 ондықтан 3 ондықты алып тастағанда, яғни 80-нен 30 азайтқанда 50 болады, 9-дан 6-ны азайтқанда 3 болады. Демек бізде өрнектің мәні 53-ке тең. Келесі 76 азайту 34. Бұл жерде 70-тен 30 азайтқанда 40 болады, 6-дан 4 азайтқанда 2 болады. Демек өрнектің мәні 42-ге тең. Келесі екінші тапсырма. Белгісіз орнына тиісті санды қой. 25 қосу 63, қосындының мәні 88-ге тең. 58 азайту 16, айырманың мәні 42-ге тең. Үшінші тапсырма. Өрнектер құр. А нұсқасы. 50 мен 3-тің қосындысына 22-ні қосу. Бұл жерде балалар А нұсқасына мән беріп қарасандар, 50 мен 3-тің қосындысы деп тұр. Демек 50 мен 3-ті қосып аламыз және оған 22-ні қосамыз. Келесі ә нұсқасы. 90-нан деп жазылып тұрғаннан кейін біз 90 санын жазып аламыз. Одан соң x пен 9-ның қосындысын деп тұр. Демек x пен 9-ды қосып аламыз және осыдан 90-ды азайтамыз. Келесі Б нұсқасы. X пен 20-ның айырмасы деген екен, біз x пен 20-ның айырмасын жазып аламыз. Және осыған 30-ды арттыру дейді. Демек 30-ды қосамыз. Келесі 4-ші тапсырма. Тура теңсіздіктерді теріп жаз. Бұл жерде 53 пен 42-ның қосындысы 95-ке тең. 95 кіші 96-дан. Демек осы теңсіздік тура екен, осыны теріп жазамыз. Келесі 95 пен 53-тің айырмасы 42 санына тең. 42 саны артық 12-ден. Демек бұл да тура теңсіздікке жатады екен, осыны да жазамыз. Келесі 65-тен 13-ті азайтқанда 52 саны шығады. 52 мен 52 тең. Бұл тура емес теңсіздік, бұны жазбаймыз. Және соңғысы 78 мен 65-тің айырмасы 13 санына тең. 15 артық 13-тен. Демек бұл да тура теңсіздікке жатады. Осыны да жазамыз балалар. Келесі 5-ші тапсырма. Амалдарды орында. 35 литр мен 42 литрдің қосындысынан 16 литрді азайтсақ, өрнекті мәні 61 литр шығады. Келесі 97 килограммнан 83 килограммды азайтып, оған 55 килограммды қосатын болсақ, 69 килограмм шығады. Келесі 62 сантиметр, алу 4 дециметр, бұл жерде 4 дециметріміз 40 сантиметр болады. Оған 25 сантиметрді қоссақ, 47 сантиметр шығады өрнектің мәні. Келесі
60 минут пен 40 минуттың айырмасына 27 минутты қосатын болсақ, 47 минут шығады. Келесі 6-шы тапсырма балалар, есепті шығар. Бірінші кесіндінің ұзындығы 5 см, ал екінші кесіндінің ұзындығы одан 2 см-ге кем. Екінші кесіндінің ұзындығы қандай? Осы кесінділерді сыз. Әуелі балалар, ең бірінші осы есептің берілгенін жазып алайық. Бірінші кесіндінің ұзындығы бізге белгілі, яғни оны 5 см деп жазып аламыз. Келесі екінші кесінді белгісіз, бірақ бірінші кесіндіге қарағанда 2 см-ге кем екен. Демек, балалар шешуінде осы екінші кесіндінің ұзындығын білу үшін біз бірінші кесіндіні 5 см-ден 2 см-ді азайтамыз. Сонда бізде жауабы 3 см болады. Келесі 7-ші тапсырма, амалдарды орында. 24 пен 65-дің қосындысы 89-ға тең. 77 мен 21-ның айырмасы 56-ға тең. 28 пен 31-дің қосындысынан 15-ті азайтқанда 44-ке тең. Келесі тапсырма бізге өлшем бірлікте берілген екен. Өрнектің шыққан мәніне өлшем бірлікті жазып отыруымыз керекпіз. Демек, 53 кг мен 26 кг қосындысы 79 кг болады. Келесі 85 см-ден 6 дециметр азайтқанда 25 см болады. Бұл жерде дециметрді біз сантиметрге айналдырамыз. Демек, 6 дециметріміз бізде 60 см. 85 см-ден 60 см азайтқанда 25 см болады. Келесі 60 минутқа қосамыз 25 минутты, одан азайтамыз 63 минутты. Өрнектің мәні 22 минут болады. Кел ойнайық. Балалар, бұл соңғы 8-ші тапсырма. Айбек пен Самат достар. Олар 3 партия шахмат ойнады. Әр партияда кім жеңіске жеткен білгің келсе, төмендегі амалдарды орында. Бірінші партия бойынша Айбекте 75 пен 12 саны қосындысы 87-ге тең. Ал Саматта бірінші партия бойынша 66 мен 23 саны қосындысы 89-ға тең. Демек, бірінші партияда Самат жеңді. Келесі екінші партияда Айбекте 35 пен 22 саны қосындысы 57-ге тең. Ал Саматта екінші партия бойынша 46 мен 11 саны қосындысы 57-ге тең. Демек, екінші партияда Айбек пен Самат екеуі тең түскен. Келесі үшінші партияда Айбекте 96 мен 10 саның айырмасы 86-ға тең. Ал Саматта үшінші партияда 95 саны мен 13 саның айырмасы 82-ге тең. Демек, үшінші партияда Айбек жеңіске жеткен. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Сабақты соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабақ ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар.